Баршаға сәлем, менің есімім Аида, бұл Айым бренд каналы. Мен сіздерге моншақтан неше түрлі бұйымдар жасауды үйрететін боламын. Бүгінгі сабақта біз осындай өте әдемі, қазіргі таңда хит болып жатқан жүрек дәрістес сумканы үйренетін боламыз. Менімен бірге болыңыздар және менің каналымды қолдап пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Ал ендеше сабағымызды бастаймыз. Бізге қажетті заттар ол 07 немесе 06 размердегі лескамыз және осындай қайшы қажет болады. Менде 10 размердегі моншақтар. Қалаған размеріңіздегі моншақтарды алсаңыздар болады. Ал ең алдымен біз лескамызды өзімізге қажетті мөлшерде қиып аламыз. Мен шамамен 2 метрде қиып алдым. Және осылай екі ұшын аласыздар да бастапқыда 5 моншақ өткізесіздер. Бір ұшына 5 моншақ өткізу арқылы біз алғашқы дөңгелегімізді жасайтын боламыз. Міне қараңыздар, 2, 3, 4 және осы 5-ші соңғы моншаққа біз крючок жасаймыз. Қарап алыңыздар, жақсылап артқа қарай осылай өткізесіздер де лесканың келесі ұшын осылай крючоктан өткізіп аласыздар. Және лесканың екі ұшын ұстап тартасыздар, себебі лесканың ұзындықтары бірдей болып теңесіп тұру керек. Сол үшін осылай екі ұшын ұстап алып тартасыздар. Сол кезде сіздерде осындай дөңгелек пайда болады. Бұл 5 моншақты дөңгелек. Және крючокты осы моншақтың ортасында қалдырасыздар. Сыртына шығып кетпеу керек. Бұл өте маңызды. Енді лесканың екі ұшын аласыздар да әр ұшына 2 моншақтан өткізесіздер. Міне қараңыздар, біз 2 лесканың ұшына 2 моншақтан өткізіп алдық. Енді лесканың бір ұшына 1 моншақ өткізіп, крючок жасаймыз және келесі лесканың ұшын өткізетін боламыз. Сол кезде бізде дөңгелек пайда болады. Қараңыздар, бізде бірінші 5 моншақты дөңгелек, сосын 6 моншақты дөңгелек пайда болды. Біз және 6 моншақты дөңгелек жасайтын боламыз. Ол үшін жаңағыдай 2 лесканың ұшына 2 моншақтан өткізесіздер. Және соңында және 1 моншақ өткізіп, сол моншаққа крючок жасайсыздар. Сол кезде 6 моншақты дөңгелек пайда болады. Бізде 5 моншақты дөңгелектен біреу, ал 6 моншақты дөңгелектен біз 5-еуін жасайтын боламыз. Дәл осы схема арқылы 5 дөңгелек жасап шығасыздар. Міне қараңыздар, бізде 4 дөңгелек пайда болды, 6 моншақтық. Енді соңғысын жасайтын боламыз. Ол үшін бізге лесканың бір ұшына 3 моншақ өткіземіз. Ал келесі ұшына біз 2 моншақ өткізетін боламыз. Және осы 2 моншақ өткізген лескамыздың екінші моншағына осылай крючок жасайсыздар. Сонда бізде бұрылыс пайда болады. Біз келесі қатарға өтеміз. Барынша осылай тартып, крючокты моншақтың ішіне өткізесіздер, сыртында қалып қоймауы қажет. Біз бұрылып алдық. Енді осы үстіңгі лескаға біз
5 моншақ өткізетін боламыз. Соңғы моншаққа біз осылай крючок жасап алып, келесі лесканың ұшын өткізіп тартасыздар. Сол кезде бізде 6 моншақты дөңгелек пайда болады. Міне қараңыздар, бізде екінші қатардың алғашқы дөңгелегі пайда болды. Ол бізде 6 моншақты дөңгелек. Енді келесі дөңгелекті жасау үшін бізге осы үш жағында тұрған лесканы осы мен көрсеткен 2 моншақтан өткізесіздер. Сол кезде біздің лескамыз 3 моншақтан өтетін болады. Міне қараңыздар, қазір бізде 2 моншақтан өткізіп алғасын, осылай 3 моншақтан автоматты түрде өтіп тұр, иә? Енді біз осы жоғары жақтағы лескамызға 3 моншақ өткіземіз. Сол кезде бізде 6 моншақты дөңгелек пайда болады. Осылай ең соңғы моншаққа крючок жасайсыздар және келесі лесканың ұшын өткізесіздер. Осы схема бойынша біз тоқитын боламыз. Міне қарап алыңыздар, осылай жақсылап тартып крючокты моншақтың ішіне қалдырасыздар. Мен сіздерге қайталап айтамын. Енді осы үш жақта тұрған лескамызды 2 моншақтан өткізесіздер. Дәл осы схема бойынша біз 6 моншақты дөңгелектер жасайтын боламыз. Қыздар, қараңыздар, бізде екінші қатардың 5 дөңгелек пайда болды және ең соңғысын жасайтын боламыз. Дәл осылай лескамызды 2 моншақтан өткізесіздер және сол өткізген лескамызға біз 3 моншақ өткізетін боламыз. Ол деген сөз, біз 3-ші қатарға өтетін боламыз. Міне қараңыздар, 3 моншақ аласыздар және соңғы 3-ші моншақтан біз крючок жасап, келесі лесканың ұшын өткізіп алатын боламыз. Міне біз бұрылып алдық. Енді осы тұрған лескамызды біз 1 моншақтан өткіземіз. Және осы лескамызға біз қазір 4 моншақ өткізетін боламыз. Және сол 4-ші моншақтан біз крючок жасап, келесі лесканың ұшын өткізіп алатын боламыз. Сол кезде бізде 6 моншақты дөңгелек пайда болады. Енді осы үш жағында тұрған лескамызды 2 моншақтан өткізесіздер. Біреу осы екінші моншақтан өткізесіздер. Және сыртында тұрған лескамызға біз 3 моншақ өткіземіз. Дәл осы схема бойынша тоқып кете бересіздер. Алдыңғы екінші қатарда да көрсеткен болатымын. Дәл осылай тоқып шығасыздар, қараңыздар. Енді осылай соңғысы қалған кезде сіздер 1 моншақтан өткізесіздер, екеу емес, 1 моншақтан өткізесіздер.
және біз 5 моншақты дөңгелек жасайтын боламыз. Ол деген сөз, біз жүректің бір қырын шығарамыз деген сөз. Міне қарап алыңыздар, мен бір моншақтан ғана өткіздім, және сол өткізген лескамнан мен 3 моншақ өткізіп, соңғы моншаққа крючок жасап, 5 моншақты дөңгелек жасап аламыз. Міне бізде осылай болып шығады. Енді біз төменгі жақта тұрған лескамызды бір моншақтан өткіземіз. Біз бір моншақтан лескамызды өткізген кезде жоғар жақтағы лескамызға келесі ұшына 4 моншақ өткізіп, 4-ші моншаққа крючок жасаймыз. Ал 2 моншақтан өткізсек, біз 3 моншақ өткізіп крючок жасаймыз. Міне, біз 4-ші қатарымызды бастап жатырмыз. Осылай 4 моншақпен бастайсыздар, және әрі қарай лесканың бір ұшын 2 моншақтан өткізіп, келесі ұшына 3 моншақ өткізу арқылы осылай 5 дөңгелек шығарасыздар. 5 дөңгелекпен аяқтайсыздар 4-ші қатарда. Қараңыздар, біз енді соңғы дөңгелек жасайтын кезде осылай астыңғы лескаға 3 моншақ өткізесіздер. Сол кезде 6 моншақты дөңгелекпен біз 4-ші қатарымызды аяқтаймыз, және бұрылатын боламыз 5-ші қатарға. Міне қараңыздар, осылай крючок жасап тартып алдық. Менде лескам таусылып қалғандықтан мен аяқтауыма тура келіп тұр. Ол деген сөз, біз аяқтауымыз үшін лескаларымызды дәл осы келген жолмен кері қайтарамыз. Сол кезде біздің лескамыз таусылатын болады. Сол кезде біз артық қиындыларды қиып тастаймыз. Біз шамамен 4-5 рет крючок жасауымыз қажет болады. Осылай артқа қарай жүресіздер. Лескамызды айналдыра бір-біріне қарама-қарсы алып келесіздер де крючок жасап, солай жаңағыдай аяқтайтын боласыздар. Видеода барлығы көрсетілген, анық, соған қарап жасаңыздар. Міне қараңыздар, лескамыздың екі ұшы бір-біріне қарама-қарсы осы бір моншақтың екі жағында тұр. Біз енді осылай бір лескамыздың ұшын келесі жаққа өткізесіздер, және қайта сол моншақтан өткізесіздер. Сол кезде бізде дөңгелек пайда болады. Сол дөңгелекке келесі лесканың ұшын өткізу арқылы крючок жасап тартасыздар. И бізде моншақтың ішінде осындай крючок пайда болады. Ол деген сөз, бізде жаңағыдай моншақ шашылып кетпейді. Дәл осылай сіздер бірнеше рет қайталап 4-5 рет осылай айналдыра крючок жасап аласыздар, және ең соңында артық лескаларды қайшымен қиып тастайсыздар. Ең соңында осылай артық қалып қойған лескаларымызды қиып тастайсыздар түбінен. Біз және лескамызды жаңадан қиып аламыз. Осылай өздеріңізге керегінше аласыздар. Мен шамамен 1 метрдей алдым, және осылай 2 моншаққа өткізіп аласыздар. Біз енді 5-ші қатарды жалғастырып кетуіміз қажет. Вот қараңыздар, осы 2 моншаққа өткіздім, және міне астыңғы лескаға біз 4 моншақ өткізіп, 4-ші моншаққа крючок жасап, солай 5-ші қатарымызды бастаймыз. 5-ші қатарымыз бізде 6 моншақты дөңгелектен басталады, және біз одан 4-еу жасайтын боламыз.
Соңғы дөңгелекте біз осылай екі моншақтан өткізіп аламыз. Және сол өткізген лескамызға 3 моншақ өткізіп, соңғы дөңгелегімізді жасайтын боламыз. Ол бізде 6 моншақты дөңгелек болады, және осылай жоғары жақтағы лескаға өткізген кезде бізде бұрылыс пайда болады. Міне қараңыздар, енді бізде ең соңғы қатар, ол қатарда біз не істейміз? Осы астыңғы лескамызды бір моншақтан өткізіп аламыз, және жоғары жақта тұрған лескамызға біз қазір 3 моншақ өткіземіз. Бізде 5 моншақты дөңгелек пайда болу қажет. Міне қараңыздар, осылай өткізіп аласыздар. Үшінші моншаққа крючок жасап, келесі лесканың ұшын өткізіп, жақсылап тартып аласыздар. Және крючок моншақтың ішінде қалуы қажет. Сыртында қалып қоймасын, ато формасын жақсы ұстамай қалады сумкаларыңыз. Енді үш жақта тұрған лескамызды бір емес, 2 моншақтан өткізесіздер. Сол кезде біздің лескамыз 3 моншақтан өтіп тұрады. Және келесі лесканың ұшына біз 3 моншақ өткіземіз. Сол кезде бізде 6 моншақты дөңгелек пайда болады. Енді бізде соңғы дөңгелегіміз, ол бізде 5 моншақты дөңгелек болады. Осы 3 жақта тұрған лескамызды 2 моншақтан өткіземіз. Екі моншақтан өткізген лескамызға біз қазір 2 моншақ өткізетін боламыз. Екінші моншақтан осылай крючок жасап, келесі лесканың ұшын өткізіп аламыз. Сол кезде бізде 5 моншақты дөңгелек пайда болады. Міне өздеріңіз қарасаңыздар, біз жүрегіміздің жартысын жасап қойдық. Енді келесі жартысын жасауымыз керек. Лескамызды артқа қарай осылай айналдырып, 4-5 крючок жасап аяқтайсыздар, және қалған лесканы қиып аласыздар. Енді біз жүректің центрін тауып аламыз. Бізде осы 5 моншақтан басталған қатар жүректің центрі. Біз енді екінші жартысын жасайтын боламыз. Міне қараңыздар, осы бір моншақтан өткізесіздер, және жоғары жақта тұрған лескамызға біз қазір 5 моншақ өткіземіз. Осылайша біз келесі қатарымызды бастаймыз. Міне қараңыздар, осылай 5 моншақ өткізіп, 5-ші моншаққа біз крючок жасап, келесі лесканың ұшын өткізіп алып, бастайтын боламыз. Міне қараңыздар, бізде осылай екінші қатарымыз басталып жатыр. Дәл бұрынғы схема бойынша 6 моншақты дөңгелектер жасайтын боламыз. Үш жақта тұрған лескамызды 2 моншақтан өткізесіздер. Сырт жақта тұрған лескамызға 3 моншақ өткізу арқылы тоқып кете бересіздер. Міне біз қатарымызды аяқтап алдық. Енді осы астыңғы лескамызға 3 моншақ өткізіп, келесі қатарға өтеміз.
Енді жоғары жақтағы лескамызды біз бір моншақтан өткіземіз, және астыңғы тұрған лескамызға біз 4 моншақ өткізу арқылы келесі қатарымыздың 6 моншақты дөңгелегін бастаймыз. Міне қараңыздар, бізде 6 моншақты дөңгелектен 5 болды. Енді біз соңғысын жасайтын боламыз. Ол бізде 5 моншақты дөңгелек болады. Міне қараңыздар, жоғары жақтағы лескамызды 1 моншақтан өткізіп алдық, және оған біз қазір 3 моншақ өткіземіз. Сол кезде бізде 5 моншақты дөңгелек және бұрылыс пайда болады. Міне осылай ең соңғы моншаққа крючок жасап, келесі лесканың ұшын өткізіп, жақсылап тартып аласыздар. Байқасаңыздар, жүрегіміздің формасы уже байқалып жатыр. Енді осы астыңғы лескамызды 1 моншақтан өткізіп, 6 моншақты дөңгелек жасайтын боламыз. Жоғары жақтағы лескамызға 4 моншақ өткізіп, 4-ші моншаққа крючок жасайсыздар. Осылайша бұл қатарды біз 6 моншақты дөңгелектен 5 жасау арқылы аяқтайтын боламыз. Қараңыздар, енді біздің жүрегіміз пайда болуына 2 қатар қалды. Бұл қатарды біз 6 моншақты дөңгелектен 4 жасау арқылы аяқтайтын боламыз. Енді қыздар, осы астыңғы лескамызды 1 моншақтан өткізесіздер де, жоғары жақтағы лескамызға 3 моншақ өткізіп, 5 моншақты дөңгелек жасайсыздар. Бұл бізде жүрегіміздің соңғы қатары болмақ. Үш жағында тұрған лескамызды 2 моншақтан өткізіп, келесі лесканың ұшына 3 моншақ өткізу арқылы 6 моншақты дөңгелек жасап аласыздар. Енді осы үш жағында тұрған лескамызды біз 2 моншақтан өткізіп аламыз. Және осы лескаға біз 2 моншақ өткізіп, 2-ші моншаққа крючок жасап, соңғы дөңгелегімізді аяқтайтын боламыз. Қарасаңыздар, бізде жүректің формасы шықты. Біздің бір жартымыз дайын. Енді лескамызды аяқтайтын боламыз. Ол деген сөз, артқа қарай жүру арқылы 4-5 крючок жасап, қалған лесканың қиындыларын қиып тастайсыздар. Міне бізде осындай жүректің формасы шықты. Біз осыдан және біреу жасап аламыз. Дәл осы көрсетілген схема бойынша және біреуін тоқып аласыздар. Бізде осындай 2 пайда болады. Енді біз бұларды қосып шығамыз.
Ең алдымен біз өзімізге қажетті ұзындықта лескамызды қиып аламыз. Енді қараңыздар, осы екі моншаққа біз лескамыздың бір ұшын өткізіп аламыз. Қараңыздар, біреу 5 моншақты дөңгелек, біреу 6 моншақты дөңгелектің бір моншағына өткіздік. Енді жоғар жақтағы лескамызға бір моншақ өткіземіз. Және сол бір моншақ өткізген лескамызды дәл сол екі моншақты бірақ келесі жүрегімізге өткізіп аламыз. Осы жерде қателесіп кетпеңіздер, екеуі бірдей болуы қажет. Міне қараңыздар, енді осы лескамыздың тартып аласыздар. Мен сіздерге қазір анықтап көрсетейін. Міне екі жағы да бірдей болу керек. Ортасында бір моншақ өткізіліп тұр. Енді лескамыздың екі ұшын теңестіріп аласыздар да, осы лесканың бір ұшына бір моншақ өткізесіздер. Байқасаңыздар, біз 6 моншақты дөңгелек жасап жатырмыз. Міне осылай бір моншаққа өткізіп, крючок жасап, келесі лесканың ұшын өткізіп алып, және екеуінің ұзындықтарын бірдей қылып тартасыздар лесканы. Сол кезде сіздерде осындай 6 моншақты дөңгелек пайда болады. Крючокты моншақтың ішіне кіргізіп жіберіңіздер, сыртында қалып қоймасын. Енді лескамыздың екі ұшын әр екі жағында тұрған екі моншаққа осылай өткізіп шығасыздар. Мен қазір лесканың бір ұшын осылай екі моншақтан өткіздім. Келесі ұшында дәл осылай екі моншақтан өткізесіздер. Өте оңай, ешқандай қиындығы жоқ. Міне қарап алыңыздар. Және осы екі моншақтан өткізген соң, лесканың бір ұшына сіздер бір моншақ өткізесіздер де, соған крючок жасап, келесі лесканың ұшын өткізіп аласыздар. Міне қарасаңыз, осылай бізде 6 моншақты дөңгелектер пайда болып жатыр. Қараңыздар, осылай өткізіп аласыздар. Жақсылап тартыңыздар. Формасын жақсы ұстау үшін сіздер жақсылап тартып, крючокты моншақтың ішіне кіргізулеріңіз қажет. Дәл осы схема бойынша айналдыра тоқып шығатын боламыз. Екі моншақтан өткізесіздер екі лесканың ұшын. Сосын бір моншақты крючок жасау арқылы 6 моншақты дөңгелек жасап, тоқып кете бересіздер. Ешқандай қиындығы жоқ. Видеодан жақсылап қарап алсаңыздар болғаны. Қыздар, қараңыздар, мен шамамен аяқта қалдым. Сумканың формасы осылай шығады. Қарасаңыздар, формасын өте әдемі ұстап келуде. Осылай жалғастыра бересіздер. Қыздар, мен ең соңғы дөңгелекке келдім. Дәл солай екі моншақтан өткізесіздер, лесканың екі ұшын, және бір моншақ өткізіп, крючок жасап, сумканың соңғы дөңгелегін аяқтайсыздар. Сонымен бізде сумкамыз дайын болады. Қараңыздар, мен соңғыларын өткізіп жатырмын. Сіздер де осылай қателеспей, жаңағыдай моншақтардан шатасып кетпеңіздер. Екі жағы бірдей болып шығуы қажет. Сумкамыздың соңғы бір моншағын өткізудемін. Осыған крючок жасап, сумкамызды аяқтаймыз. Қараңыздар, осылай жақсылап тартып алыңыздар. Сол кезде формасын жақсы ұстайтын болады. Енді лескамызды артқа қарай тоқу арқылы аяқтайтын боламыз. Қарасаңыздар, міне осы аузы болады сумочканың, ал формасы осылай шықты. Лескамызды аяқтауды ұмытпаңыздар. Жақсылап 4-5 қатар крючок жасау арқылы аяқтаңыздар.
соңғы жаңағыдай артылған лескаларды қайшымен қиып тастайсыздар. Біздің сумкамыз дайын болды, өте әдемі болып шықты, формасында өте жақсы ұстап тұр. Сабақ ұнаған болса, пікір қалдырып, достарыңызбен бөлісіңіздер. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Алда әлі неше түрлі сабақтар болады. Келесі сабақта кездескенше.